рахмат. Мен де сол процесс еді. Арыз қабыл аласыз ба? Бауырым, кезегіңізді күте тұрсаңыз, бізден кем емес. Таныш жағдай ма? Сот кабинеті арқылы талап арыздарды өткізіңіз, өтініштерді жолдаңыз. Ең бастысы, іс материалдармен танысыңыз. Ол үшін тек электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Электрондық цифрлық қолтаңбаны QR-код арқылы алуға болады. Оны қалай жасау, ары қарай көреміз. Сонымен, ЕГФ ресми сайтына кіріп, ІЦХ-ны қашықтан алу бөлімін таңдап, онлайн сұрату батырмасын басамыз. ІЦХ кілтін алу үшін қажетті деректерді толтырамыз. Айтпақшы, энсалайнер программасын орнатуды ұмытпайық. Ары қарай телефон номерін көрсетіп, нөмірге келген құпия санын тереміз. Шыққан QR-ды телефон камерасымен сканерлеп, видеотексерістен өтеміз. Видеотексеріс кезінде камераны жақындатамыз. Пайдалану келісімін басып, ІЦХ-ны сақтайтын қойманы таңдаймыз. Яғни папка. Таңдалған қойманы сақтап, ІЦХ-ның құпия сөзін енгізуге көшеміз. Енгізілген құпия сөздерді растап, таңдалған папкаға сақтаймыз. ІЦХ кілтін алғаннан кейін сот кабинеті сервисіне кіріп, ІЦХ арқылы кіру батырмасын басамыз. Сертификатты таңдап, ІЦХ кілтін белгілеп, құпия сөзін теру арқылы жеке кабинетімізге кіреміз. Жеке кабинет арқылы арыздар, іс материалдармен танысу туралы өтініштер жолдай аласыз. Жолданған өтінішке сәйкес, іс құжаттармен танысу үшін мүмкіндік берілген соң, сот істері және материалдардың бар болуын тексеру бөлімінде еш кедергісіз таныса аласыз. Уақытыңызды үнемдеуді ұмытпаңыз.